Бүгінгі саяхат сағатымызда бағыт түзеген қаламыз мысты шаһар Жезқазған. Сары алтындай сары мысымен елімізге ғана емес, әлемге танымал қала жайлы не білгілеріңіз келеді? Онда мысты өңірдің өткені мен қазіргі тыныс тіршілігінен сыр шертетін тарихи деректермен таныс болыңыздар. Жезқазғанға ат басын тірегенде алдымен алып зауыттың мұржалары көзге шалынады. Туған жердің түтіні де ыстық десек, өндірісті қаланың, яғни үлкен Жезқазған жобасы бұл академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың төл тумасы, ғұлама ғалымның қажырлы еңбегінің нәтижесі. Жезқазғанға қала мәртебесі 1954 жылдың 20 желтоқсанында берілген. Демек, биыл мысты шаһарға 66 жыл толады. Алайда, оның өткен тарихы көне дәуірлермен жалғасып жатыр. Қала тарихына қатысты мәліметтерді сөйлетсек, оның бұрынғы атауы Ақжал болыпты. Мыс байлығымыз деп кіре берістен қарсы алатын жазудың сыры да қаланың осылай аталуына себепші болған. Жезді бойы жез қалам, жер түбінен жез далам. Алтын қалам, кең далам, сенен ұшқан айық адам. Жезқазғаннан айналам деп әнге арқау болғандай, Жезқазған ғарышкерлер қаласы ретінде де танымал. Байқоңырдан ұшқан алып кемеден ғарышкерлер алдымен жерге қонғанда Жезқазған топырағына табандары тиеді. Жезқазғанның құрметті азаматтарының тізімінің де денін атақты ғарышкерлер құрайды. Қалада олар отырғызған арнайы саябақтағы жасыл шыршалар мысты шаһардың халқына қалдырған белгісі сияқты. Жер қойнауында Менделеев кестесіндегі элементтердің бәрі кездесетін шаһардың орналасқан жері де қасиетті Ұлытау өңірі екенін айта кетсек артық болмас. 300-дің басын қосқан татулық пен бірліктің бесігі саналатын тарихи мекен Бабатау қаладан 120 шақырым жерде орналасқан. Ұлытау Жезқазған аймағындағы мәдени тарихи ескерткіштерге тоқталсақ, көне дүние күмбірін жеткізер Алаша хан мазарынан бастап, Жошы хан, Талмас ата, Жұбан ата, Болған ана, Қайып ата, Түзен, Ерден мазарлары көз алдыңа келеді. Жезқазғаннан Қарағандыға қарай барар жолдағы 80 шақырым қашықтықтағы теректі әулие үлкен археологиялық кешен ретінде қасиетті Қазақстан тізіміне енген. Жезқазғанға қарашы.